Өзге планеталықтар, яғни НЛО. Адам баласы зерттеп бітпеген, әлі де ашылмаған талай сыры бар. Беймәлім ұшатын табақша туралы адамның пікірі сан түрлі. Өзге планеталықтар бар ма, әлде жоқ па, оны бір Құдай біледі. Бірақ та аспанда еркін қалықтаған табақшаны ұялы телефондарының камерасына түсіріп үлгергендер де жетерлік. Интернет желісінде бұндай түсірілімдер көптеп кездеседі. Сәлем достар, сіздермен факт арнасы. Бүгінгі видеоролигімізде өзге планеталықтар, яғни НЛО жайлы талқылайтын боламыз. Өзге планеталықтар бар ма? Бұл сұраққа қазіргі таңдағы ғалымдарымыз нақты дәлелмен жауап бере алмай жатыр. 1947 жылы Америкада Нью-Мексико штатының Розуэлл қаласынан 30 шақырым жерден алғашқы рет ұшатын табақша табылған. ақш мемлекеті болса, бұл жағдайды құпия ұстап, қазіргі таңға дейін зерттеу жұмысын жүргізуде. Тіпті бұл жағдай туралы видео интернет желісіне өте тез тарап кеткен болатын. Бірақ қазіргі таңға дейін адамзат баласының өзге планеталықтармен, толығырақ айтқанда НЛО-мен ешқандай да байланысы болмаған. НЛО жайлы тарихқа көз жүгіртетін болсақ, көптеген қызықты ақпараттарға тап боламыз. Сондай бір НЛО жайлы осындай қызықты ақпараттар жайлы айта кетсек, мұрағаттан табылған тарихи құжаттар бойынша неміс армиясы 1940 жылы жерден тыс өмір сүретін, яғни өзге планеталықтардың табақшасын атып түсірген. Сөйтіп құлаған ұшатын табақшаның қыр-сырын меңгерген соң, өздері де соған қарап дәл құрастыра бастаған. Тағы бір қызықты ақпаратқа көз жүгіртсек, бейресми деректер бойынша ұзындығы 19 метр, биіктігі 8 метр, ал салмағы 50.000 келі күміс түстес ұшатын табақша жерге құлаған. Тіпті ішінен бойы 1,5 метрдей екі бірдей өзге планеталықтар шыққан. Зерттеуші ғалымдар өздеріңіз қаны жасыл ішкі құрылыстары адамға мүлде ұқсамайтын белгісіз тіршілік иесіне зерттеу жасапты. Бірақ бұл әлі күнге дейін құпия түрде іске асырылып жатыр. Осыдан 4,5 жыл бұрын салынған ежелгі Мысырдағы Хеопс пирамидасы. Математикалық тұрғыда қарайтын болсақ, бұл пирамиданың пропорциясы өте керемет дәлме-дәл жасалған. Тіпті ені, ұзындығы да бір-бірімен тура келеді. Ежелгі заманда бұндай алып ғимаратты дәлме-дәл ешқандай қателіксіз жасайтын құрылғылар болмаған. Яғни бұндай жағдайда өзге планеталықтардың қатысы бар екені көрініп тұр. Егерде бұл дәлел аз болса, зерттеушілер пирамиданың ішін зерттеу барысында таныс иероглифтерге тап болады. Ол жерде қазіргі 21 ғасырдың ұшатын тікұшақтары, қайықтар, сонымен қатар өзге планеталықтардың тәрелке тәріздес ұшқыш нысаны белгіленген. Ендігі кезекте өзге планеталықтар жайлы біздің ислам дініміз не дейді? Өзге планеталықтарға келетін болсақ, қасиетті Құран кітабында ондай тіршіліктің бары жайлы айтылған. Алайда біз аяттардан олардың шын мәнісінде бар екені жайлы дәлелді таппадық. Раббул Әләмин, бұл тіркестің өзі әлемдердің Раббысы дегенді білдіреді. Яғни әлемнің тұс-тұсында түрлі тіршіліктің болуы әбден мүмкін. Құранда да Алла жаратқан түрлі тіршілік иелері жайында бірнеше аятта кездеседі. Шура сүресінің 29 аятында былай делінген: көктер мен жердің жаратылуы және ондағы жәндіктердің таралуы оның белгілерінен,
Ол оларды қашан қаласа да жинауға күші толық жетеді. Кей ғалымдар жоғарыдағы аяттарды негізге алып, жерден өзге планетада да тіршілік бар деген болжамға келеді. Иә достар, өзге планеталықтардың бар жоғына әр адамның өзінің әртүрлі көзқарасы бар. Біздің галактикамызда қаншама ғалам бар. Ол ғаламда миллиондаған планета бар. Сол планеталардың ішінде біз секілді өмір сүретін тіршілік иесі болуы әбден мүмкін. Осымен біздің видеоролигіміз соңына жетті. Егерде видео ұнаса лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Қош сау болыңыздар.